Ағымдағы жылы әрі ақын, әрі батыр Махамбет Өтемісұлының туғанына 210 жыл толмақ. Осыған орай Исатай Махамбет қоғамдық қоры үстіміздегі жылы оздырылар іс-шаралардың жоспарын жасақтауда. Аталмыш шаралардың ішінде республикалық деңгейде арнайы конференция өткізуде бар. Бұл туралы бүгінгі өткен зиялы қауым өкілдерінің басын қосқан жиында айтылды. Республикалық конференцияға осы Исатай Махамбеттің тарихын зерттеген, бастаған қозғалысты зерттеген ғалымдарды жинап, белгілі бір жаңалықпен соның осы қозғалыстың аясындағы оқиғалармен көпшілікті таныстыруды жоспарлайды. Сонымен бірге біздің өзіміз Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде арнайы 5-ші Махамбет оқуларын өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұған қоса өзіміздің көпшілікке белгілі Махамбет атындағы музейіміз бар. Осы музейіміздегі де жәдігерлердің санын көбейту ойларымыз бар. Енді бұдан да басқа Махамбет тарихында әлі бүгінге дейін ашылмай келе жатқан сырлары бар. Атқарылар шаралар аясында Махамбет Өтемісұлының ұрпақтарын іздестіруде бар. Тарихшы Әбілсейіт Мұхтардың айтуынша, батыр ұрпақтары 1930 жылдары Башқұртстан еліне кетті деген хабар болған. Алайда аталмыш елдің ғалымдарымен хабарласып, іздеу салынғанмен, іздеу шаралары еш нәтиже бермеуде. Келешекте Махамбет ұрпақтары жайлы деректер Ресей мен Башқұртстан жерінен табылар деген үміт басым ғалымдарда. Ал Махамбет Исатай көтерілісі жайлы тарихшы былай дейді. Жәңгір хан болмастан бұрын Астрахан губернаторы Андреевскийдің үйінде тәрбиеленді. Міне сол орыс тәрбиесін алғаннан кейін ғана хан болып сайланды, хан болып бекітілді. Ал хан болғаннан кейін ол тікелей орыс империясының берген мүмкіндігінің аясында, соның берген мүмкіндігінің аясында елдегі жаңалықтар жасады. Ал жаңалықтардың барлығы ол Ресей империясының тікелей мүддесін көздеді. 1841 жылы ашылған мектеп жөнінде де әңгіме айтылады. Мектеп ашылды, халықты тәрбиеледі, оқытты, тоқытты деген. Әрине оның барлығын дұрыс деп есептейміз. Дегенмен патша үкіметі әу бастан мектепті аша отырып, өзіне болашақ өзінің саясатын қолдайтын, сол саясатты жүргізетін шенеуніктерді көздегенді басы анық әңгіме. Ол талқылауға жатпайтын дүние деп есептеймін. Ал Жәңгірдің енді екеуін біріне-бірін қарсы қою мәселесіне келетін болсақ, жалпы тарихта тек қана ақ жазуға болмайды. Ақ пен қара қатар жүреді. Сондықтан Жәңгірдің де қоғамдық саяси қызметінде қателіктермен қатар игі істерінде атап өту ол біздің тарихшылардың тікелей міндеті. Ал Махамбет пен Исатайдың күресі ол көпшілік халықтың қамқоры болудың, қалың көпшіліктің талабын орындау мақсатында басталған көтеріліс екендігін атап өткім келеді. Жиында Исатай мен Махамбеттің облыс орталығында ескерткішін тұрғызу жайы да айтылды. Бұған қазіргі таңда қомақты қаражатта бөлінген. 48 миллионның шамасында оның жаңағы памятін құю ең соңында бәрін бітіру солай болып тұр. Сосын оның айналасында, оның сыртында соның абаттандыру жұмысы. Сол енді ол көп ақша құра қоймас. Сондықтан осы деңгейде құрылу. Енді оған әртүрлі мүмкін нелері бар. Bir жағынан үкіметтік мысалы қолдау бола ма, жекелеген спонсорлар бола ма, осы мәселе қазір талқылану үстінде. Әртүрлі ұсыныстар бар. Қалай болғанда да соған қажетті қаражаттың табылатынына біз сенімдіміз. Сондай-ақ жиында Исатай мен Махамбет көтерілісі туралы тың деректер айтылып, алдағы атқарылар шаралар тағы бір пысықталды. Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директоры Жантас Сафунин Исатай мен Махамбетке арналған дәптерлер шығарылып, облыстық Орал өңірі және Приуралия газетінде тарихи танымдық мақалалар жарық көретінін жеткізді. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.